Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli bауырлар. Құрбан айт мерекесі құтты да берекелі болсын. Алла Тағала баршамыздың шаңырақтарымызға бақ береке алып келсін, тыныштық алып келсін. Елімізге мынандай ауыр індетті, келген індетті Алла Тағала өзі жоқ қылып, содан бізді аман есен алып шықсын. Құрметті бауырлар, бір 3-4 осы құрбан айттың отырысы деп кішкентай жүректеріңізге бір батарея алып алсын деген ниетпенен тікелей эфирге шығып отқан едім. Енді әркім өзінің еліне әртүрлі қызмет қылады ғой. Әнші болса ән айтар, биші болса би билер. Молдекен халыққа дінін үйретіп, Аллаға жақындаудың жолын көрсетпей ма? Сондықтан осы құрбан айтта кішкентай бір екі ауыз сөз айтып кеткім келіп отқаны ғой. Бір кітаптарда жазылады. Қазір кезеңде құрбан айтта қажылық маусымы біткен кез, қазір қажылық қылып бітіреді адамдар. Бірақ биыл қажылыққа бара алмадық. Сол бір адам өкініп қажылыққа бара алмай отқанда ұстазы оған айтыпты. Кім Арафат күні Арафат тауына тұра алмаса, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сөз бар. Осы қажылық дегеніміз ол Арафат дейді. Және бір сөзінде айтады. Арафат, сол Арафатта тұрған адамның сауабы туралы пайғамбарымыз айтады. Алла Тағаланың құзырында Арафатта тұрған уақыт және сол Арафат күнінен абзал күнә кешірілетін жер бетінде орын жоқ дейді. Және сондай күнде жоқ екен, ең көп күнә кешірілетін Арафат уақытынан бөлек. Сол Арафа күні ораза тұтқан адамдарға Алла Тағала жасаған құлшылық ибадаттарын қабыл етсін. Өткенде бір сөз айтып, әйтеуір жұрттың барлығы қабылдады. Ол хадис шынымен сахих хадис. Бір кісілер енді бұл хадисті сахих емес деп жатыр ғой деген сөздер айтты. Жоқ, сіздер дұрыс түсінбегенсіздер. Абдусамат Махат деген бауырымыз ол жерде айтпақшы болған мәселесі, кім осындай, біз сондай әр діни мейрам сайын бір-бірін ерте жеткізіп қойсаң сауап деген сөз тарқап кетті ғой, соны айтып жатыр. Мысалы, ораза басталған кезінде пәлен күні ораза болады, оны жеткізген адам сауап алады, пәлен күні айт болады, соны жеткізген адам сауап алады деген хадис пайғамбарымыздан деген сөз өтірік екен. Соны айтып жатыр. Соны дұрыс түсіну керек. Ал Арафа күнгі ораза 2 жылдық күнәнің жоқ қылатындығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис. Өткен жылға және келесі жылғы күнәмнан аман болуыма деген мағынадағы сахих Муслимда келген хадис. Ол 5-6 кітапта келеді. Имам Тирмизида да, Абу Даудта да, басқа риуаяттарда да өте көп келеді. Ибн Хиббан да өзінің риуаятын келтіреді. Соны айтып жатыр. Арафа күні құлшылық еткен адамның күнәсі тап-таза кешіріледі дейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім қажылық қылса және соның қажылығы қабыл болса, Алла Тағала ол кісіні анасынан жаңа туылғандай қылып қабыл етеді дейді. Яғни кіршіксіз сәби сияқты күнәсінен таза болып келетіндігі. Сол үшін біз қажыларды құрметтейтініміз содан. Ол қажы деген сөз ол білім егесі емес. Қажы деген білімі үшін емес, жасаған құлшылығы үшін, оның пәктігі, тазалығы күнәдан қашқандығы үшін айтылады. Жұртқа қажеке дегені күнәдан қаш деген мағынада естілуі қажет болады екен. Сол қажылыққа бара алмадық барлығымыз. Ондай болса не істейміз дегенде ұстаз айтқан ғой, кім Арафатта тұрып, Құдайды танып, сол жерге бара алмаса, онда Құдайды мына басқа жерде жүріп, танығандай қылып құлшылық етсін. Кім Мүздалифада түней алмаса, ондай болса
өзінің нәпсісін жүрегінің ішінде сыртқа шығармай түнетсін. Кімде-кім Кағбаны айнала алмай, көзімен көре алмай қалса да, Алла тағаланы көзімен күніге көріп тұратындай қылып құлшылық етсін. Кімде-кім Минада тас атып, Мина тауында құрбандық бағыштай алмаса, немесе құрбан айтта құрбан соя алмаса, өзінің нәпсін Алланың жолында құрбан етсін деген. Расында да қандай керемет сөздер еді. Бұл сөз құрбандық шалғанға да шалмағанға да айтылған сөз ғой. Құрбандық шалған адам негізі Алла үшін нәпсін құрбан деген мағынадағы шалған еті, ондағы сойған малы менен қаны ешқашан Аллаға жете бермейді. Бәлки оның тақуалығы жетеді. Мен комментарийді бір ауыз өшіріп қоя қояйын. Түзетіп айтайын сөзімді. Сіздердің сойған малдарыңыздың қаны да еті де жетпейді. Бәлки тақуалық сіздердің жүректеріңіздегі имандарыңыз жетеді деген мағынадағы сөздер бар ғой. Сол үшін сіздің біздің жасаған құлшылығымыздың ішіндегі түпкі жүрегіміздің төріндегі иманымыз жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Меккеден Мадинаға көшіп барғандағы бір өсиетін айтып кеткім келіп тұр, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинадан үйі салынып біткенге дейін тұратын жер іздейді. Сонда сахабалар таласады, менің үйіме келіп тұрыңыз, менің үйіме келіп тұрыңыз деп. Сол келісім бойынша Мадиналық Абу Айюб әл-Ансари деген кісінің үйіне пайғамбарымыз тоқтайтын болады. Қандай бақытты адам десеңізші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 6,5 ай сол кісінің үйінде тұрады. Мешіт салынып, пайғамбарымыздың үйі салынып біткенге дейін Абу Айюб әл-Ансари деген кісінің үйінде тұрады. Ол кісінің шын аты Халид ибн Заид еді. Халид ибн Заид деген кісінің үйінде пайғамбарымыз 6,5 ай тұрады. Содан қызметінде болады әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Күндердің күні уақыт келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің үйі құрылысы біткеннен кейін рұқсат сұрап кетеді. Сонда сол құрылысты біткеннен кейінен пайғамбарымыз көшіп жатыр. Бұл кісі үйінен кетіргісі келмей қысылып отырып, бірақ қимайды, пайғамбарымыз бірақ үйіне бару керек. Содан айтады: «Я Расулалла, маған бір 3 кеңес айтыңызшы» дейді. 3 кеңес айтыңыз. Сол кеңесіңіз қысқа және жаттауға ыңғайлы болсын. Мен өмір бақи соны жүрегімде сіздің айтқаныңыз деп сақтап жүрейін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 кеңес айтады. Біріншісі, оны көп имамдар айтады намазда тұрғанда. Намазыңда тұрғанда әр намазың соңғы намаз сияқты болсын дейді. Әр намазың оқығанда соңғы оқып жатқан намазың сияқты болсын дейді. Өйткені рас қой. Өткенде Құдай сақтасын, қазір беті қарап, бер қарай басылды ғой. Өлім жітім қатты көбейіп кеткен кезде не бір мықтылар кетті, не бір жақындарымыз, қимастарымыз дүниеден өтті. Сондай кезде адам қатты қысылады ғой. Сол кезде байқадыңыз ба? Мен деген мықты спортсмен жігіттерде кетіп қалып жатты. Өз басым менің бір нағашым бар еді. Кәдімгі әжептәуір темір-терсек көтеріп жүрген кәдімгі денсаулығы мықты адам. 1-2 күн ауырып, 10 шақты күн ауырып дүниеден өтіп кетті. Сенемай қалдық. Осындай қанша адамның шаңырағынан осындай бір жаңалықтар естіп жаттық. Бұл адамның қолында емес екендігі білінеді өмір. Сол үшін әрбір намазыңызды соңғы оқитын намазыңыз сияқты оқыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екінші кеңесі, ол да өте маңызды кеңес. Ертең өкінетін болсаң, сөйлеме дейді.
бір ауыз сөз. Ертең өкінетін болсаң, сөйлеме. Яғни тіліңе сақ бол. Бұл деген сөз әрбір айтылатын сөзімізді абайлап айтуымыз керек. Мынау шегеменен ағаш қабырға туралы әңгіме естіген шығарсыздар, білесіздер ғой, ғайбат туралы. Жұрт бір адам қатты тілді болады, біреудің баласы, содан әкесіне барып, мен жұртқа қатты сөйлей беремін, не істеймін дегенде, соны азайтқым келіп жүр дегенде, білесіздер, ол қолына шеге беріп, мынау ағаш жаңағы шарбақ, забор қабырға, сол ағаш қабырғаға күніге бір тақтайға бір күн деп есептеді. Кімге жаман сөйледің, бір шегеден қақ дейді ғой. Әр шеге күніге қаққанда күнделікті анау әр тақтай жылтырақтан шегеден толып кетеді екен да. Бірақ жайлап азайтып, ақыры бір күні әкесіне мақтанып келіп айтады ғой, әкетай, мен қақтым, күніге қағып жүреді, мен бүгін бір күн бойы ешкімді ренжітпедім. Мына бір тақтай, таза тақтай болды депті. Ешқандай шеге қағылмаған. Сонда әкесі айтыпты, енді саған тағы тапсырма, онда қанша адамға жақсы сөз айтсаң, ана бір шегеден суырсаң болады әрбір сөзіңе деп. Содан баласы кері қарай жүріп, әр тақтайдан жақсы сөйлеген үшін шегелерді алып тастап, тағы да мақтанып келді. Әкетай, сол тақтайлардағы шеге қалмады, барлығын шегені жұлып тастадым депті. Сонда ертіп келіп, әкесі әлгі тақтайды көрсетіпті. Сен шегені қақтың, яғни жаман сөз айттың, оның орнына жақсы сөз айтып түзеттің, бірақ мына тақтайдың орны түзелді ма депті. Тесік күйінше қалды ғой. Адамның көңілі де сондай. Айту оңай, бірақ ол зілі қалып кетеді ғой депті. Халықта да сөз бар. Найзаның жарасы бітеді, тілдің жарасы бітпейді деген сөз қалған ғой. Сол үшін, құрметті бауырлар, ертең өкінетін болсаң, сөйлеме қазір. Тілге сақ болайық. Тілге жеңіл боламыз кейде, ашуланамызды айтып жібереміз. Әсіресе ерлі-зайыптылар кейде ұрысып қалған кезінде ішіңнен шайтан айтқың келіп, айтсайшы деп тұрады. Сонда лажы барынша менің айтқан сізге кеңесім, ашуланған кезіңізде айтқыңыз келген сөздің 50%-ын жұтыңызшы, өзіңізге ереже қылып қойыңызшы. Мен ашуланғанда 50% сөзді айтпаймын деп. Иншалла сізге өте көп жәрдем береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 3-ші кеңесі адамның қолына қарап қалма дейді. Бабаларымыз да көп айтады ғой, ауырып төсек тартып атқан адамды айтады, осы адамға масыл болмай жанымды ала қойшы деп. Расында да адамға масыл болғаннан ауыр нәрсе бар ма бұл дүниеде? Халықта да сөз бар. Құдай берсе бүйіріңді шығарады, адам берсе көзіңді шығарады дейді. Рас қой ол. Құдай берсе қарныңыз шығып, толып, семіресіз. Ал адам берсе, мен бердім деп көзіңіз шұқып алады. Сондықтан еш қашан шамаңыз жетсе, адамдарға қолыңызды созбаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір жігіт болады. Мешіттің алдына қайыр сұрайды екен. Соқтандай жігіт. Пайғамбарымыз бір-екі рет қарап, болмаған соң жанына шақырып алып айтады, сен шынымен ақ кедейсің ба дейді. Әлгі жігіт айтады, иә дейді, тас кедеймін, өте қиын жағдайым дейді. Жұмысың жоқ ба? Ешқандай жұмыс жоқ. Мамандығың ше? Ешқандай мамандығым да жоқ. Оқымағанмын, шоқымағанмын, тоқымағанмын, дымым да жоқ. Әке-шешем де жоқ, аға-інім де жоқ. Жалғызбын, бала-шағам бар, болды. Бір үйім бар дейді. Бір жақсы жер, әйтеуір үйім бар, бірақ табысым болмағасын қайыр сұраймын дейді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында отырып ойланады. Сөйтіп әлгі жігітке айтады, үйіңде не бар, барып көрші дейді. Сөйтсе, үйімде еш нәрсе жоқ дейді. 3 мәрте сұрайды, сен ойлан, не бар дегеннен кейін үйінен бір темір алып келеді. Енді қазан дейді, бір жерде сынық темір дейді, әйтеуір. Бір темір алып келеді. Мүмкін бір іске жарамды болу керек. Немесе енді бір ұстаға берілетін темір шығар, мүмкін оны енді ерітсе басқа бір кәдеге асатын.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіттен шығып әлгі темірді көтеріп, уа халайық, мына затты кім алады дейді, кім қанша береді дейді, аукцион сияқты. Содан енді біреулер мен төлемеймін, мен кішкентай тиын беремін деп әрқайсысын айтып, бір адам 1 теңге береді. Әжептәуір дұрыс темір болу керек, 1 тілля береді. Соны алады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мынаны 2-ге бөл деп, 1 бөлігіне бала шағаңа тағам ал қазір. 2-ші бөлігіне бір балтаменен жіп алып кел дейді. Енді балтаның басы деген тиын тұрады ғой енді. Бір балтаның басын бір арқа шөпті арқалай алатындай 1-2 метр жіп алып келеді, сатып. Анаған саптау деген енді ағаш көп саптауға болады. Балтаны саптатып боғасын айтады. Қазір тауға бар да, бір арқа отын алып келіп, мына базарға сат дейді. Сөйтте маған 2 аптадан кейін кел дейді. Күніге осылай сатасын дейді. Шамаң жеткенше бірнеше рет алып кел дейді. 2 аптадан кейін әлгі жігіт қолында 2 тілләсіменен келеді. Күніге тамағым бар, мынау артып 2 аптада жинаған ақшам дейді. Ойласаңшы, қуанып келеді. Жүзіне маңдай терінен тапқан тамақ адал және жұғымды ғой. Жүзіне бір шадыраңқы, бір жылу кіреді. Рас қой. Халықта сөз бар, ораза намаз тоқтықта дейді. Рас, қарның тоқ болса ғана оқисың деп жатыр. Қазіргі қиналып атқан азаматтарымыз көп. Алла тағала шаңырақтарына береке берсін. Осындай айт күндері сол кісілердің сондай қиналып атқан жанұяларға ет сыйлау, тағам сыйлау, киім-кешек сыйлау, ол үлкен дүние. Баяғыдан халқымыз айттық береміз деп жағдай бар адамға қарапайым сыйлық беретін. Ол сыйлық деген жақсы ғой, берген перде бұзады дейді. Адамның арасын жақындатады, сыйластығыңызды күшейтеді. Дым бермесеңіз де жылы сөзбен қайтар деген сөз бар. Ал жағдайы төмен отбасылар болса, оларға міндетті түрде жағдайыңыз бар болса, жақсылығыңызды аямаңыз. Әсіресе айт күндері. Осы 3 күн ішінде мұсылманға қуаныш сыйлаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар, білесіздер. Кімде-кім екінші бір мұсылман бауырына қуаныш сыйлайтын болса, Алла тағала ол кісіні қиямет күні қуантуды өз мойнына алады деген хадис құдси бар. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы бір 3 өсиетін өміріңізге сабақ қылып алып алсаңыз, намазыңызды соңғы намаздай оқыңыз. Тіліңізге сақ болып, ертең өкінетін болсаңыз, қазір сөйлемеңіз. Және кісінің қолына қарап қалмаңыз, яғни кісінің қолындағы затқа дәметпеңіз. Қызығып, басқа қылып қарамаңыз. Расында да бұл пайғамбарымыздың әдемі тағы да сөзі бар. Көз шайтандардың оғының бірі дейді. Жаман нәрсеге көз түссе, жүрегіне ой келеді адамның. Мысалы, біреудің қолындағы затқа қызығып қарадыңыз ба, ішіңізге сондай бір ой келеді. Егер сіз жақсы адам болсаңыз, оған береке тілейсіз, бірақ осындай әдемі зат екен, мен де алсам деген дүниеге қызығу пайда болады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда өнеге бар, бай адамның алдына үйіне көп кірме, бай досың болса дейді. Кедей досың болса үйіне көп зиярат қыл дейді. Өйткені кедей адамның үйіне кірсеңіз, шүкіршілік үйренесіз. Мына кісілер де осындай жұтаң дүниеменен марқайып отыр екен ғой деп. Ал бай адамның үйіне көп кірсеңіз, жаңа әсем заттар көріп, мен де соны алсам деп дүниеге беріле бастайсыз. Сол үшін мынау осы дүниеде кісі қолынан бер қарау үшін жүрегіңізге дүниені түсірмеу әрекет жасаңыз. Және екінші нәрсе, адамның жүрегі өзі Құранда да айтады. Адам ашкөз болады деген мағынадағы сөздер бар. Сол үшін адамның жүрегінде ашкөздік ол болады. Біреудің қолында бір әдемі зат көрсеңіз, қызығасыз. Ол жақсы адам болсаңыз, өзіңіз ұстай алсаңыз. Ал жаман адамдар болса, тек қызықпайды, оған жамандық тілейді.
осының арқасында ұрыс керіс жанжал болады, бір-бірін көре алмаушылық болады, дұшпандық пайда болады, бақталастық пайда болады. Құдай бетін аулақ қылсын. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Жүсіп пайғамбардың әкесінен қалған өнеге бар, көз деген бар балдарын деп айтады. 12 баласы болған екен. Көз деген бар. Бір жерге барғанда әртүрлі жақтан кіріңдер, бәрін тоқырлап бір есіктен кірмеңдер деген сөзі бар. Яғни халықтың, елдің көзі бар. Сіз қуанышыңызбен бөліскіңіз кеп айтып атқан шығарсыз, бірақ оны жұрт сізден мақтаншақ дейді. Қуанышыңызбен бөлісіп, халайық ұлды болдым, халайық көлік алдым, халайық үй тұрғызып, үйге кіріп жатырмын десеңіз, мынау мақтаншақ деуі мүмкін. Бір адам қызығып қарар, біреу қызғанып қарар. Тек жүрегіңіздің қуанышын шын бөліскен адамға бөлісіңіз, шын жақыныңызға бөлісіңіз. Сізбен бір адам қуаныш бөлісетін болса, маша Алла, яғни Алла тағала береке берсін деп береке тілеңіз. Қазақша айтқыңыз келсе, бір адамда жақсылық көрдіңіз ба, баласын көрдіңіз, әдемі киімін, әдемі затын көрдіңіз ба, Алла берекесін берсін деп сұраңыз. Сонда сізге де бір періште тұрып, саған да береке берсін деп тілейді. Сол үшін, құрметті бауырлар, бір-бірімізге береке тілейік. Шаңырақтарымызға береке тілейік. Бір-біріміздің қуанышымызға қуана білейік. Халықта, қазақта сөз бар, әдемі сөз бар. Біліп алыңыздаршы. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы дейді. Сіз майды жемейсіз, бірақ майлы болғаны жақсы тамақтың. Бай сізге еш нәрсе бермесе де бай болған жақсы, бермесе де сізден сұрамайды. Сол үшін құрметті ағайын, бай да қуатты болыңыздар, ауқатты болыңыздар. Алла тағала шаңырақтарыңызға бақ береке берсін, елімізге береке берсін, құлшылық ғибадаттарымызға береке берсін. Иншалла көп осындай ұлы күндері дұға қылып, осындай індеттен, жаманшылықтан аман шығуымызды нәсіп етсін. Алла тағала мешіттерімізді тезірек ашып, маңдайымыз сәждеге қойып, құлшылық етуімізді нәсіп етсін. Өткенде осы айттап, бір-екі адамның үйіне барғанда бір 3-4 адам жақындап қап, бір жамағат намаз оқып, қуанып жатырмыз деп бір адамдар бөлісіп жатыр да, жамағатты сағынып қаппыз, бірге тұрып Аллаху акбар деп сәжде қылуды сағынып қаппыз деп. Шынымен ақ құрметті бауырлар, мешіттің азаны айтылып жатыр ау, бірақ ішіне сапқа тұрып имамның артынан ұйып шүпірлеп намаз оқып жатқанымызды сағынып қалыппыз шынымен ақ. Ал жақсылар, бір ауыз әйтеуір сіздердің көңілдеріңізге, кішкентай өмірлеріңізге пайдалы сөздер айттым деген ниеттемін. Өміріңізге сабақ алсаңыз, біз сіздің қызметіңізде қуаныштамыз. Алла тағала сізді бізді жақсы күндерінен айырмасын, жаман күндерінен аман қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, айт мұбарак болсын. Мүмкін сол уақытым босап жатса, Кентау медресе парақшасынан шығамын. Соғанда бір-бір көздеріңізді үңіліп қарап жүріңіздер.